Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен, Мұнара телеарнасының эфирінде әдеттегідей иман шуағы хабары. Бүгін біз өздеріңізге ислам және тәуекел деген тақырыпты алып отырмыз. Жалпы дініміздегі тәуекел етудің маңыздылығы туралы толыққанды айтып өтуге тырысамыз. Бүгінгі студиямызға келіп отырған қонағымызды таныстыра кетейін. Елордамыздағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Берікбол Жанақов имам келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Беке, енді жалпы хабарымызда кіріспесіне осы дініміздегі тәуекел ету, қорықпау, нақты бір шешім шығару туралы не айтылады? Осыдан бастап көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Расында тәуекел ету жаңағыдай араб тілінен енген сөз. Тәуекел ету ол өз ісінді толығымен Аллаға тапсыру дегенді білдіреді. Яғни шынайы түрде өз ісінің нәтижесі қандай болатынын, не нәрсеге алып баратынын және сол жоспарлаған ісінің барысын қалай өтетіндігін турасында ешқандай уайымдамастан басы аяғы істің басталуынан бастап соңына дейін толығымен ісінді Аллаға тапсыру дегенді білдіреді. Енді тәуекел ету жайында Құран кәрімде Алла Тағала астағфиру билля ва алаллахи фалиятаваккалил муъминун деп айтады. Ол дегеніміз Алла Тағалаға момындар шынайы түрде тәуекел етсін деп айтады. Ал енді басқа бір аятқа келетін болсақ, бисмиллахир-рахманир-рахим ва май ятаваккал алаллах фахуа хасбух деп айтады. Яғни бұның мағынасы, ал енді кімде-кім Аллаға шынайы түрде тәуекел етсе, оған ол жеткілікті дейді. Яғни Аллаға тәуекел еткен іс ол соңына дейін жетеді. Алла Тағаланың қалағанымен, Алла Тағаланың бұйрығымен ол істің нәтижесі өзінің бір белгілі бір қорытындысына келетініне кәміл сенімде болу керек деген әрбір мұсылман жан. Ал енді тәуекел етудің үш сатысы болады. Мәселен, тақуалықтың өзінің деңгейлері бар сияқты, тәуекелдің де өзінің деңгейі бар екен. Біріншісі, ғалымдардың айтуынша, ол жалпыға, көпшілікке ортақ болған тәуекел ету. Яғни әр адам өзінің бір ісінде, өзінің бір әрекетінде, өзінің ісін Аллаға тапсырады. Және екіншісі, ол имандылық тұрғысынан тәуекел ету. Яғни ол дегеніміз Аллаға иман келтірген соң барлық өзінің дініне, сеніміне, өзінің іс-әрекетіне, өзінің жұмысына, барлық ісінің Аллаға тапсыру, Аллаға тәуекел ету. Және үшінші деңгей ол дегеніміз ең үлкен деңгей екен, былайша айтқанда өзіңді жоқ етіп, яғни барлық нәрсені менің тұла бойыма қатысты, өзіме қатысты, өзінің жан тәніне қатысты барлық іс-әрекеттерді Аллаға толығымен тапсыру деген үлкен бір деңгейі бар екен, дәрежесі бар екен. Ол дәрежеге әрине көп жағдайда әулиелер, пайғамбарлар, сондай ғұлама ғалымдар сондай деңгейге жеткен болатын. Алла разы болсын. Енді Алла Тағала өзі тәуекелшілерді жақсы көреді деген бар. Ақылдасуда береке бар дейді дінімізде. Жалпы мұсылман адам қалай тәуекелшіл болады? Бұл мұсылман адамның тәуекел етуі біздер үшін ең әуелі үлгі болатын, үлгі тұтатын әрине ол пайғамбарымыз Расулулла. Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Пайғамбарымыздың тәуекелі одан бөлек қарастыратын болсақ, барлық пайғамбарлардың олардың тәуекелі әрине біздердің тәуекелімізден әлде қайда артық, әлде қайда жақсы және абзал болған еді. Біз олардың өмірінен үлгі етіп алатын болсақ, өзіміздің қалай тәуекел етуге керектігін біз олардың өмірінен өнеге етіп біле аламыз. Мәселен, сонау пайғамбарларды алып қарайтын болсақ, Ибрахим пайғамбардың өзінің тәуекелі қандай болды? Ол сондай бір заман болды, мынау жауыз сондай бір патша өмір сүрген, ол Ибрахим пайғамбарды отқа тастаған сәтте Жабраил періште Алланың әмірімен келеді де Ибрахим алейхиссаламға көмек көрсетуге ұсыныс жасайды. Мен сені құтқарайын ба деп. Ал енді Жабраил періште құтқаратын болса, ол әр нәрсеге Алланың себебімен құдірет күші жетеді ғой. Ал бірақ Ибрахим пайғамбар шынайы өзінің сенімін, өзінің жан тәнін Аллаға тапсырып, тәуекел етіп, Жабраил періштенің көмегінен бас тартады екен.
мен отқа түсемін, мені Алла сақтайды деп тәуекел етеді екен. Және ол отқа түсіп, Алла тағала оны отқа жаңағы салқын бол деп әмір береді де, ол от Ибрахим пайғамбарға ешқандай зияндық жасай алмайды. Исмаил алейхиссалам мысалын алайық. Исмаил алейхиссаламға құрбандық болуға әмір етілген кезінде, ол да Аллаға шынайы түрде тәуекел етіп, өзін құрбандыққа басын береді. Бірақ Алланың әмірімен ол Алла тағала оны құрбандықтан аман етіп қошқарды жіберген болатын. Оны да біз білеміз тарихтан. Мәселен, Мұса алейхиссаламның заманындағы, Мұса пайғамбардың заманындағы тәуекелді алып қарайтын болсақ, ол өз халқын, елін анау теңіздің арасынан құтқарып, Перғауыннан құтқарып, теңіздің арасынан өткен еді. Су шайып кету мүмкін еді, су оларды құртып жіберу мүмкін еді, батып кету мүмкін еді. Бірақ ол халқысын бірге ертіп, Аллаға шынайы түрде тәуекел етіп, сол судан өтіп кеткен еді. Тағы басқа қаншама пайғамбарлардың өмірлерінен бізге өнеге бар. Ал енді ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның өмірінен үлгі алатын болсақ, сонау тәуекелін алып қарайықшы. Ол Абу Бакр Сиддиқ деген халифа болған, оның досы болған, ең алғашқы иман келтіргендердің бірі халиф болған Абу Бакр екеуі Меккеден Мединаға қарай сапар шегіп шығатын еді. Ол кезде сол меккелік құрайыштықтар, соның ішінде мынау мүшриктер, дінсіздер, олардың пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның артынан, Абу Бакрдың артынан, олардың артынан қуалап жетуді қалайтын еді. Яғни оларды ұстап алғысы келеді. Бірақ олар сол жерден Меккені тастап, Аллаға шынайы түрде тәуекел етіп жолға шығады, сапарға шығады, және Сәуір үңгіріне тығылатын еді. Сол кезде әлгі артынан андып еріп барған мүшриктер сол үңгірге келе салған сәтте пайғамбарымыз шынайы түрде Абу Бакр Сиддиқ міне бізді қазір тауып алады, міне бізді ұстап алады деген кезінде пайғамбарымыз оған айтты: бізді Алла сақтайды, бізді Алла қорғайды деп шынайы тәуекелге барады. Және Алла тағала ол жерде анау бір өрмекші өріп, сол үңгірде оларды сақтап қалған еді. Міне осындай пайғамбарымыздың заманындағы, пайғамбарымыздың басынан өткен қаншама біз өмірінен осындай бір үлгілерді, осындай бір сипаттарды, оқиғаларды естіп біле аламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хижрет жасауының өзі бір үлкен тәуекел деп айтсақ бола ма? Я, әрине. Мәселен, ардақты пайғамбарымыз мынау мүшриктердің қысымдығынан, мұсылмандарға жасалынған зорлық зомбылықтың нәтижесінде ол Аллаға дұға етіп, Алладан пана сұрап, жәрдем тілей отырып, ол не істеді? Тәуекел етті және әрекет етті. Міне жаңағы сіз айтып жатқан нәрседен біз нені ұғынамыз? Ғалым ғұламалар айтады, тәуекел етудің жалғыз өзі жеткіліксіз, оның себептерін жасау керек деп айтады. Себептерін жаса, одан кейін тәуекел ет деп Алла тағала пайғамбарымыз арқылы бізге осыны үйреткен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам себебін жасады. Ол қандай себеп? Меккеден Мединаға көшу. Ал ол себебін жасағаннан кейін ол не істеді? Тәуекел етті. Бізді мұсылмандарды құтқаратын, бізді исламды сақтап қалатын, мұсылмандарды құтқаратын ол жалғыз Алла тағала дей отырып, тәуекелге барып, жаңағы үлкен бір хижрет жасаған болатын. Оның алдында да қаншама мысалға мұсылмандардың бір бөлігін Эфиопия еліне жіберген еді. Білесіздер, ол жерде христиандар тұрады. Исламдың ең алғаш келген кезінде дүниенің төрт тарабына мынау исламды жеткізуші, ат үстіне мінген жеткізуші, хабар жеткізуші өзінің сахабаларын төрт жерге жіберген еді. Өзінің исламдың жеткізу үшін Алланың аманатын елге тарату мақсатында төрт тарапқа төрт сахабаны атқа мінгізіп жіберген еді. Олар да барып жан-жаққа ислам дінін жаю мақсатында тәуекелге барған еді. Міне осының барлығы бізге әрине үлгі, өнеге болып қалады. Енді қазір ойыма түсіп отыр, үйден шыққанда, бір жерге бара жатқанда біз Аллаға тәуекел еткенде қандай бір дұғаны оқуымыз керек? Ең әуелі бұл жерде мына бір аятты еске алайық. Алла тағала Құран кәрімде «Уайда азамта фатаваккал алаллах». Егер бір іске кірісетін болсан, бір істі жасамақшы болсан, онда міндетті түрде Аллаға тәуекел ет деп Алла тағала бізге бұйырады. Сондай-ақ хадистерде ардақты пайғамбарымыз мына бір сөзді айтқан еді.
бисмиллахи тәуәккәлту алаллах ва ла хаула ва ла қувата илля биллах деген сөзін айтып, өзін үйден шығындар және іске кірісіңдер деп пайғамбарымыз өсиет еткен. Ал енді солай істейтін болсаңдар, ол кезде ісін нәтижесі болады, ешқандай бір жамандық тимейді, тіпті шайтандар ондай адамнан қашады деп айтылады екен. Ал енді осы дұға сөзінің мағынасы, Алланың атымен мен Аллаға шынайы түрде тәуекел етім, уәла хаула уәла қувата илля билля, Алладан басқа құдірет, күш, еш нәрсе, ешкім жоқ деп дұға ету керектігін бізге пайғамбарымыз үйретіп айтқан болатын. Міне осыны егер айтатын болса, және осыған кәміл сеніп, үйден шығып тіршілігін бастайтын болса, ісін бастайтын болса, ода берекет бар. Яхия ибн Муаздың сөзін еске алатын болсақ, одан сұрайтын еді адамдар. Уа Яхия ибн Муаз, адам мұсылман қашан шынайы тәуекелшіл бола алады деген кезінде, қашан ол егер өзін әр ісін, өзін тұла бойын Аллаға толығымен тапсырып, өзін ісін нәтижесін қандай болғанына қарамасан Аллаға сенетін болса, міне сол нағыз тәуекелшіл дейді. Осы орайда тағы да қосып айтатын бір жайт бар. Кейде мынандай бір жағдайлар болады. Мұсылмандар арасында, жамағат арасында, ол Аллаға тәуекел етеді, ісіне кіреседі, Алладан сенет сұрайды, дұға етеді, бір ісін жақсы, оң нәтижесі болсын деп. Бірақ өкінішке орай бір себептерге, бір жағдайларға байланысты ол тәуекел етсе де, ісі оңға аспайды. Яғни жақсы нәтижемен аяқталмайды. Сол кезде мұсылман қандай жағдайда болу керек, не істеу керек деген сұрақ туындайды. Мұсылман адам ол ешқандай бір Алладан күмән келтірмей отырып, мынандай бір сөзді айту керек екен. Хасби Аллах ва ниъмал уакил деген сөз. Ол нені білдіреді? Маған Алла жеткілікті, ол қандай жақсы өкіл деп айтылады. Яғни, егер сіз бір нәрсені қатты қалап, бір нәрсенің жақсы бір нәтижесі болуын Алладан сұрай отырып, тәуекел етіп соған барсаңыз, және бірақ сіздің ісіңіз іске аспайтын болса, болмай қалатын болса, онда ол міндетті түрде мына сөзді айту керек екен. Яғни маған Алла жеткілікті. Демек, Алла тағала солай қалады. Демек, бұл маған қайырлы. Осы дүнием үшін, ақыретім үшін бұл іс солай дұрыс болып отыр деп, соған кәміл сену керек екен. Қазақта да сөз бар ғой, мына тәуекел төбе, жел қайық дейді, өтесін де кетесін дейді. Жалпы енді қазір жаңа бір іске бел байласаң, Аллаға тәуекел ет деп өзіңізді айтып отырсыз. Қазір адамдар енді бір істі бастайтын болса, тәуекелі азайып кеткен секілді, бір мотивация жетпей жатады деп жатады. Осы, яғни тәуекелге бармайды бір істі бастамас бұрын. Осыларға бір аздап кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Мен мысалға бұл нәрседе, сіз өзіңіз айтқандай, адамдар қорқады, бір іске баруды, тәуекел етуді, одан бөлек оны жасау керектігін де өзі түсініп біле бермейді. Яғни жетегіне жетіп, соны түсінбейді. Неге десеңіз, мына бір оқиғадан біз оны түсіне аламыз. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бірде сахабалармен бірге бір жерден өтіп бара жатады. Сөйтіп бір кейуана қарт әжейдің қасынан өтіп бара жатса, ол дұға етіп жылап жатыр екен әжей. Мән жайды білу үшін пайғамбарымыз тоқтап, одан сұрайды, сіз не үшін жылап жатсыз дейді. Ол айтады, менің түйем бар еді, ол қоректенбей, шөп жемей, азып, арықтап жатқан еді. Ал енді ол өліп қалса, мені кім асырайды? Кім маған мені бағып, жанымды аман қалдырады деп, Алладан дұға етіп сұрап жатырмын, осы түйем аман қалсын деп, жаңағы пайғамбарымызға өзінің басынан өтіп жатқан назын жеткізеді. Сол кезде ардақты пайғамбарымыз оған қарап айтады екен, сен қара маймен түйені аман қалып дұға жаса деп, әлгі әжейге өсиет етеді де, сахабалармен кетіп қалады. Әжей әрі ойланып, бері ойланып, сөйтіп ақылына жетіп, қара майды тауып, түйенің аузын майлап, кейін ол түйе жазылып кетеді екенді, аман есен қалады екен. Яғни бұл жердегі пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, өсиет етіп үйреткені, ол себептерін жасау керек, одан кейін жаңағы тәуекел ету керек, дұға ету керек, Алладан сұрау керек деп осы нәрсені үйретіп өткен болатын. Ал және тағы бір оқиғаны еске ала өтейік. Ол жерде Ибрахим ибн Адхам мен және Шақиқ әл-Балхи арасында болған сондай бір ғибратты оқиға. Бірде Ибрахим ибн Адхам, Шақиқ әл-Балхи екеуі Мекке шаһарында кездесіп қалады. Сол кезде Шақиқ әл-Балхи өте сондай шаршап қалған, үсті басы тозған, сондай бір халде болады.
Ибрахим ибн Адхам таң қалып Шақиқ әл-Балхиден сұрайды, сенің осындай жағдайға жеткізген не нәрсе, неге олай болды дейді. Сонда ол Шақиқ айтады, мен осы Меккеге жетпес бұрын бір ел кезіп, жер кезіп жүрген кезімде бір құсты көрген едім. Қанаты әлсіреген, қанаты сынған бір құсты көрдім. Оған бір құс қонып келіп, қоректендіріп, оның жаңағы қорегін алып келіп тамақтандырып жатқанын көрген едім. Соны көрген сәтте мен мынандай бір ойға келдім. Егер мен өзімді ғылымға, білімге, дінге арнасам, маған әлбетте біреу көмектеседі, жәрдем береді, мені де біреу азықтандырады деген бір нәтижеге келіп, өзім осындай халге түстім дейді. Сол кезде Ибрахим ибн Адхам оған айтады, әй Шақиқ әл-Балхи, сен ардақты пайғамбарымыздың мына бір сөзін ұмытып қалдың ба? Беруші қол, алушы қолдан жақсы деген сөз бар еді ғой, деп айтады. Сол кезде Шақиқ әл-Балхи өзін істеп жатқан тірлігінің дұрыс еместігіне көзі жетіп, Ибрахимге рахметін айтып, рахметін білдіріп, қайтадан бұрынғы жақсы тіршілігіне оралады екен. Бұдан алатын ғибрат, әрине, момын мұсылман жаңағы тәуекел етуден бұрын себептерін жасау керек. Амал, әрекет істеу керек. Қашан ол амал әрекетін жасаса, Аллаға тәуекел етсе, дұға ететін болса, Алла тағала оның ойлаған мақсатына жеткізетіні сөзсіз, оған күмән келтірмеу керек. Алла разы болсын. Шын мәнісінде егер бір іске бел байласақ, Аллаға тәуекел етуіміз керек екенін ұқтық. Сөзсіз Алла тәуекел етушілерді жақсы көретінін білеміз, хадисте айтылғандай. Сондықтан ештеңеден жаңағы қорықпай, бір Аллаға тәуекел етіп, бірақ түбі әрекет ету арқылы ғана біз жаңағы ризығымызды молайтамыз және несібемізді арттыратынымызды бүгінгі хабардан ұғып отырмыз. Студия қонағы болған елордамыздағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Берікбол Жанағып бауырымызға Алла разы болсын, өзіңізге студиямызға келіп ой бөліскеніңізге. Біз хабарымызды осы жерден аяқтаймыз. Алла баршамыздың дұғамызды, ниеттерімізді қабыл етсін, шынайы тәуекел етушілерден болайық. Алла сол кезде біздің ризығымызды, несібемізді арттыратыны сөзсіз. Аман, сау болыңыздар.